170.000 килограммды тоннаға айналдыру үшін осы 170.000-ды 1000-ға бөлеміз, себебі 1 тоннада 1000 килограмм бар. 1000-ды бөлген кезде осы 3 нөлі артылып қалады. Яғни қысқартамыз, қысқартамыз. Не үшін 3 нөлді қысқарттық? Себебі 1000-да 3 нөл бар. Сондықтан осы 3 нөл қысқартылады. Сонда біздің тоннамыз 170. Демек 170 тонна болады. Жарайсың, келесі. Ал енді 9 килограммды граммға айналдыру үшін бізде 1 килограммда 1000 грамм бар. 9-ды 1000-ға көбейтсе 9000 болады. 9000-ды 5 граммға қоссақ, демек 9000 5 грамм болады. 9005, жақсы, келесі. Ал енді келесі 6 тонна 17 килограммда 6017 килограмм бар. Килограммға айналдыру үшін бізде 1 тоннада 1000 килограмм бар. 6017-ні 1000-ға көбейтеміз. 6 тоннаны көбейтеміз, 6-ны көбейтеміз 1000-ға қанша болады? 6000 болады. 6000-ды 17 килограммда қосса, 17 кило, яғни 6017 килограмм болады. 6017 килограмм. Енді мұнда бізде килограммға айналдыру керек. Килограммға айналдырдық, демек 6017 килограмм болды. Жарайсың, керемет, ары қарай. Келесі 156.000 сантиметрді метрге айналдыру үшін 100-ге бөлеміз, себебі 1 метрде 100 сантиметр бар. Сондықтан мына 2 нөлі кетеді. Қысқартамыз, кетіп қалмайды, яғни қысқартамыз. Яғни демек біздің метріміз мінеки 1560 метр болады. Ал енді 75.000 дециметрді метрге айналдырамыз. 1 метрде 10 дециметр бар, сондықтан біз 10-ға бөлеміз. Осы нөлі қысқартылады, демек біздің метріміз 7500 метр болды. Айым не үшін 1 нөлі қысқарды? Себебі бізде 1 метр 10 дециметр ғой, онда 1 нөлі бар. Сондықтан 75.000-ның 1 нөлі қысқартылады. Демек 10-ға бөлетін болсақ, бізде тек 1 нөл ғана қысқарады екен, жарайсың, ары қарай. Ал енді 25.000 миллиметрді дециметрге айналдыратын болсақ, 1 дециметрде 100 миллиметр бар. Демек бізде осы нөлдеріміз қысқартылады. Біздің дециметріміз 250 дециметр. Жақсы. Ал енді 180 дециметрді миллиметрге айналдыратын болса, 180-ді 100-ге көбейтеміз. Демек 18.000 миллиметр болды. 100-ге көбейтетін болсақ, не істейді екенбіз? 100-ге көбейтетін болса, бізде 100-де 2 нөлі бар. 180-ді 1-ге көбейтеміз, сонда 180-нің өзі шығады. Ал 100-дің артындағы 2 нөлі артына тіркеледі, яғни 18.000 миллиметр. Жарайсың. Ал енді осы 650 сантиметрді миллиметрге айналдырамыз. 1 сантиметрде 10 миллиметр, демек 650-ді 10-ға көбейтеміз. 6500 миллиметр шықты. Не үшін көбейтті 10-ға? Себебі 1 сантиметрде 10 миллиметр бар, оның артында 1 нөлі бар. Демек 650-ді 1-ге көбейтеміз, ал оның артындағы нөлді артына тіркейміз. Сонда қанша миллиметр? 6500 миллиметр. Жарайсың, керемет.